Барлыбаев Бақытжан сыныптасымыз бұл күнде арамызда жоқ. 2017 жылы мына жалғанмен қоштасып, мәңгілік мекеніне кете барды. Артында бір ұл, екі қызы қалды. Амал нешік, сыныптасымыздың жатқан жері жайлы, топырағы торқа, жаны жәннатта болсын деген дұға тілек арнай отырып, жарқын жүзді бейнесін, игілікті істерін сағына да сарғая еске аламыз. Аяулы да ардақты Ұлбосын апайымыз. Өмір атты айдынға біздерді қанаттандырып ұшырған Ұлбосын апайымызға мыңда бір алғысымызды айтамыз. Ұстазымыздың әр қайсымыздың санамызға сіңірген сапалы білім мен саналы тәрбиесінің арқасында мына өмірден өз орнымызды тауып, бір-бір саланы ұстаған майталман маманға айналып отырмыз. Абиева Жұлдыз ағылшын тілі мамандығын бітірген. Қазіргі кезде университетте аға оқытушы болып еңбек етеді. 2010 жылы Ешенқұлов Берікпен отау құрды. Қазір 5 қызды тәрбиелеп отыр. Алматы қаласында тұрады. Руы адай болса, байлар жандардың еліне тұрмысқа шыққан. Ақан Нұржан қаржыгер мамандығын бітірген. Жетісай ауданы бойынша мемлекеттік кірістер басқармасында еңбек етеді. 2007 жылы Абоева Майрамен отау құрды. Қазіргі таңда 5 қыз 2 ұл тәрбиелеп отыр. Жетісай қаласында тұрады. Руы Тоқболат Қарагөзеннің аруына үйленген. Алайдаров Нұржан мұнайгаз ұңғымаларын бұрғылау инженер мамандығын бітірген. Қазіргі таңда супервайзер болып еңбек етеді. 2012 жылы сәуір айында Балабекова Ақжарқынмен шаңырақ көтерді. 2 ұл 4 қыз тәрбиелеп отыр. Шымкент қаласында тұрады. Өзінің руы байлар жандар болса, Көтен қызына үйленген. Алимов Нұржан инженер-механик мамандығын бітірген. Қазіргі таңда құрылыс инженері болып еңбек етуде. 2018 жылы аяулы жары Жакупова Ботамен шаңырақ көтеріп, 2 ұл тәрбиелеп отыр. Алматы қаласында тұрады. Өзінің руы байлар жандар Арғынның қызына үйленген. Ахметова Ақмарал 2009 жылы Орынбасар Аманмен шаңырақ көтерді. Берекелі отбасында 2 қыз 3 ұл тәрбиелеп отыр. Астана қаласында тұрады. Өзінің руы Маңқытай болса, Қолшығаш елінің көсегесін көгертіп, ұрпағын өрбітіп отыр. Ахметова Ғалия химия, биология мамандығын бітірген. Ғылыми зерттеу институтында еңбек етеді. Бір қыздың анасы Алматы қаласында тұрады. Өзінің руы Қаңлы. Бесінбаева Салтанат профилактикалық іс мамандығын бітірген. Қазіргі таңда санитарлық эпидемиологиялық қызмет дәрігері. 2006 жылғы мамыр айында өмірлік қосағы Абдраманов Нұрболмен бас қосты. 2 ұл, 2 қыз тәрбиелеп отыр. Алматы қаласында тұрады. Өзі Алғи руынан болса, Албан жеріне келін болып қонған. Дарханбаева Нұрзилия мүлікті бағалау мамандығын бітірген. Қазіргі таңда интерьер дизайнер болып еңбек етеді. 2006 жылы қараша айында өмірлік жолдасы Елтоков Алмасбекпен шаңырақ көтерді. Өнегелі отбасында 3 ұл 1 қыз тәрбиелеп отыр. Алматы қаласында тұрады. Өзінің руы Дулат болса, байлар жандар еліне құтты келін болып түскен. Дүйсенбекова Жанар әскери қызмет мамандығын бітірген. Қазіргі таңда да әскери қызметші болып еңбек етеді. Алматы қаласында тұрады. Руы Тоқболат. Еспенбетова Бақыт терапия мамандығын бітірген. Қазір ревматолог болып еңбек етеді. 2019 жылы Бүркітбай Беркебұланмен отау құрды. 4 ұлдың аяуланасы. Алматы қаласында тұрады. Өзінің руы Оразгелді Сиқымның жұртына келін болып түскен. Жүнісбеков Нартай физика-математика мамандығын бітірген. Мұғалім болып еңбек етеді. 2014 жылы аяулы жары Ақтаева Роза Бақытжан қызымен отау құрды. 2 қыз, 2 ұлдың Асқартау әкесі Шымкент қаласында тұрады. Қарагөсе руынан Оразгелді елінің қызын құтты қолына қондырған. Ильясова Гүлназ сурет пәні мұғалімі бойынша мамандығын бітірген. Қазір мұғалім болып еңбек етеді. 2008 жылы Жұрқабаев Нұрмаханмен шаңырақ көтерді. 5 перзенттің аяуланасы. Жетісай қаласында тұрады. Оразгелді руынан болса, Маңғытай жұртына келін болып түскен. Кокеев Азамат шекара қызметі бойынша мамандығын бітірген. Қазір жеке кәсіпкер болып еңбек етеді. 2023 жылы Төлеубек Гүлсаямен шаңырақ көтерді. Отбасында 1 ұл тәрбиелеп отыр. Шымкент қаласында тұрады. Руы Найман болса, Ойықтың қызына үйленген. Қожаева Маржан
қазақ тілі және әдебиеті мамандығын бітірген. Дәл қазіргі таңда үй шаруасымен айналысады. 2006 жылы өмірлік қосағы Ботай Весжанмен шаңырақ көтеріп, 5 ұлды тәрбиелеп отыр. Жетісай қаласында тұрады. Руы Қыпшақ, Байларжандар еліне келін болып түскен. Манжігітов Бауыржан театр және кино актері, Мұхтар Әуезов атындағы ұлттық драма театрында еңбек етеді. 2005 жылы жұбайы Манжігітова Орынкүлмен отау құрды. 2 ұл, 2 қыздың Асқар Тау әкесі. Алматы қаласында тұрады. Руы Керей, Алғидың қызын алған. Нұриденова Айсапар қазақ тілі және әдебиеті мамандығын бітірген. Дәл қазіргі таңда жеке кәсіпкерлікпен айналысады. 2008 жылы Ділдәбеков Бекжанмен шаңырақ көтеріп, қазіргі таңда 2 қыз, 2 ұл тәрбиелеп отыр. Жетісай қаласында тұрады. Алғи руынан болса, Оразкелді жеріне келін болып түскен. Сейтемова Айгерім УЗИ дәрігері, қазіргі таңда да УЗИ дәрігері болып еңбек етеді. 2009 жылы өмірлік қосағы Шақабаев Ерланмен отау құрды. 1 ұл, 3 қыздың аяуланасы. Алматы қаласында тұрады. Байларжандар руынан болса, Дулат еліне келін болып барған. Тажиев Жеңіс травматология мамандығын бітірген. Қазір травматолог болып еңбек етеді. 2010 жылы өмірлік қосағы Сейдеханова Жанармен шаңырақ көтерді. Отбасында 1 қыз, 2 ұл тәрбиелеп отыр. Алматы қаласында тұрады. Өзі Алғи руынан болса, Көбектің қызын қолына қондырған. Тасалиева Салтанат дизайнер мамандығын бітірген. Қазіргі таңда үйде тігіншілік кәсіппен айналысады. 2007 жылы тамыз айында Турабаев Алишермен шаңырақ құрды. 3 қыз, 1 ұл тәрбиелеп отыр. Шымкент қаласында тұрады. Руы Қарагөсе, Кете еліне келін болып түскен. Темірғалиева Сания медико-профилактикалық іс мамандығын бітірген. Қазіргі таңда дәрігер-эпидемиолог болып еңбек етеді. 2006 жылы Тургараев Маратпен бас қосты. 3 қыздың аяуланасы. Қазіргі таңда Алматы облысы Қарасай ауданы Алмалыбақ ауылында тұрады. Өзінің руы Арғын болса, жетімдерге келін болып түскен. Тәңірбергенов Серік қаржыгер мамандығын бітірген. Жетісай ауданы бойынша мемлекеттік кірістер басқармасында еңбек етеді. 2009 жылы қараша айында Байбуриева Салтанатпен шаңырақ көтерді. Берекелі отбасында 1 ұл, 3 қыз тәрбиелеп отыр. Жетісай қаласында тұрады. Руы Оразкелді, Байларжандардың қызына үйленген. Тугелова Гүлмира мұғалім мамандығын бітірген. Дәл қазіргі таңда декреттік демалыста. 2007 жылы өмірлік жары Сметов Медетпен отау құрған. 4 қыз, 2 ұлдың аяуланасы. Астана қаласында тұрады. Адай руынан болса, Алғы елінің ұрпағын көбейтіп отыр.